Сәлем достар, ассалаумағалейкум, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше дайындалатын осындай дәмді жұмсақ болып пісетін пряниктердің рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай духовкасыз дайындалады. Бір себептермен духовкаңыз болмай қалған жағдайда осы әдіспен пісіріп көріңіздер. Өте күшті дәмді шығады. Каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бір жұмыртқаға қант және де бір ас қасық жарым немесе 2 ас қасық балымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Барлығы араласқаннан кейін оның үстіне ерітілген сармайымызды құямыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей венчикпен немесе күрекшенің көмегімен араластырсаңыздар болады. Жарты шай қасық корица қосамыз, таршын, яғни қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, басқа да рецепттерден қалып қоймас үшін каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Енді бір ас қасық какао саламыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей, енді ұнымызды саламыз. Ұнымыздың жартысын саламыз да үстіне бір шай қасық сода саламыз да бір шай қасық уксусты сол содың үстіне құямыз. Яғни сөндіреміз. Тағы да араластырып жібереміз де қалған ұнымызды салып жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Шоколадты қамыр бізде жылтыраған, сондай жұмыс жасау ыңғайлы, өте жұмсақ, әдемі қамыр шығу керек. Мінекей, қазір көрсетемін сіздерге. Менде осындай қамыр шықты. Осыны бір целлофанчикке саламыз да 20-30 минутқа мұздатқышқа жібереміз. Оған дейін біздің манталарымыздың майлап аламыз. Жаңағы мінекей пряниктеріміз, болашақ пряниктеріміз осы манталарымызда пісетін болады. Мен де екеуін майладым, екеуіне салатын боламын, орналастыратын боламын. Одан кейін біздің қамырымыз дайын болғаннан кейін шетінен бөле отырып, ондай өте бір кішкентай да емес, өте бір үлкен де емес, осындай дөңгелекшелер жасаймыз. Бір-бірінен алшақтап қоясыздар, себебі ол қазір піскенде көтерілетін болады. Барлығын осылай видеодағыдай қылып орналастырасыздар. Астынан бір босын жібереміз. Одан кейін пряниг бар жаңағы манталарымызды қоямыз. Одан кейін үстіне тағы бір босын жібереміз. Үшіншісіне жаңағы төртіншісіне осы жаңағы пряник барымызды қоямыз. Осылай қақпағымызды осындай орамалмен, бір полотенцемен ораймыз, себебі біздің пряниктеріміз қазір пісірген уақытта ол суланып буы ақпас үшін, осы біздің орамалымызда сіңу үшін осылай қақпаны орап тастаймыз. Дәл манты сияқты жоғары отта пісіретін боламыз, 20-30 минуттай пісіреміз. Сол уақыттың ішінде осындай әдемі болып көтеріліп, осындай болып пісіп шығады. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен пісіріп көріңіздер, қыздар. Бір жағдайлармен духовка болмай қалған жағдайда осы әдіспен пісіріп көрсеңіздер, сізге де үй іштеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Бізде пряниктің помадкасын жағамыз. Помадкасын жағу міндетті емес, бірақ осындай қылып жасасаңыздар болады. Ол үшін 2 ас қасық немесе 3 ас қасық сахарный пудра, қант ұнтағы, одан кейін 1 ас қасық су құямыз, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай бір кішкене қоймалжындау, қоюлау, сұйықтық шығады. Барлық пряниктерімізді осылай малып аламыз. Бұл помадка енді міндетті емес, өзіңіздің қалауларыңызша жасауға болады. Мінекей, ол кішкене кепкеннен кейін өзінің жаңағы ағарып, дүкендегі пряник сияқты болып шыға келеді. Мінекей, осындай болып шығады. Қазір мен сіздерге жаңағы ортасын көрсетемін. Өте жұмсақ, шаймен өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Өкінбейсіздер деп ойлаймын. Духовка жоқ болған кезде дәл осы әдіспен пісіріп көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.